Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір бізде математика сабағы. Олай болса, алдымен тақтаға назар аударайық. Қалталардың түбінде сылдыр-сылдыр етеді. Адамдарға мәңгілік, адал қызмет етеді. Қане ойланайық. Дұрыс балалар. Бұл жұмбақтың шешуі монета. Монета дегеніміз не екен балалар? Монета дегеніміз ақша. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ақша, монета. Бүгінгі сабақ барысында сіздер монетаның не екенін және монеталардың түрлерімен танысатын боласыздар. Ендеше ақша туралы қысқаша мәлімет тыңдайық. Ертеде ақша болмаған кезде ақша орнына бағалы заттарды, аңдардың терісін, тұзды, астықты пайдаланған. Уақыт өте келе монеталарды ойлап тапқан. Бірақ монеталарды қалтаға салып жүру қиындық туғызғандықтан оларды талонға айырбастап қолданатын болған. Сөйтіп, талондар қағаз ақшаның шығуына себеп болған. Ал балалар, сіздер ақша туралы және оның күнделікті өмірдегі маңызы туралы білгілеріңіз келеді ме? Олай болса, мына бейнежазбаны тамашалап көрейік. Күнделікті өмірде әртүрлі заттар керек. Олардың бір қатарын дүкендерден, дәріханалардан және сауда үйлерінен сатып аламыз. Сатып алу – ол өз ақшаңды дүкендегі заттарға айырбастап алу. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге, ақша қағаз және металл болады. Қағаз ақшаларды купюралар, ал металл ақшаны монеталар деп атайды. Біз бүгін металл ақшалар, монеталар жайлы айтамыз. Біздің мемлекетімізде 1, 2, 5, 10, 20, 50 және 100 теңгелік металл монеталар бар. Монетаның құны номиналы деп аталады. Номинал неғұрлым жоғары болса, монета соғұрлым құнды болады. Демек, қазақстандық ең құнды монета 100 теңге. Балалар, бұл бейнежазбадан ақшаның атқаратын рөлі мен күнделікті өмірдегі қажеттілігін көріп отырсыздар. Енді мына суретке назар аударыңыздар. Суреттен нені байқауға болады? Әрине, сатушы мен сатып алушыларды көріп отырсыздар. Сонда заттарды сатып алу үшін ақша қажет екен. Және ол үшін металдан жасалған монеталарды да қолдануға болады екен. Енді балалар, монеталарға байланысты тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма. Әмияндарды салыстыр. Балалар, осы жерде әмияндағы ақшалардың санына және оның қанша теңгелік монета екеніне назар аударайық. Мысалы, бірінші әмиянда 5 теңгелік монета бар. Және оның саны 1. Ал екінші әмиянда 10 теңгелік монета бар. Оның да саны 1. Енді салыстырып көрейік. Қай жағы артық деп ойлайсыздар? Дұрыс, 10 теңгелік монета артық. Себебі 5 кем 10-нан. Балалар, енді осы тапсырманы бәріміз бірге орындап көрейік. Бірінші әмиянда 5 теңгелік монета, екінші әмиянда 10 теңгелік монета. Салыстырайық. 5 кем 10-нан. Келесі әмиянға назар аударайық. Бірінші әмиянда
10 теңгелік монеталар бар. Олардың саны 2. Екінші әмиянда 20 теңгелік монета бар. Бірақ оның саны 1. Осы жерде балалар, біздер назарымызды ақшаның, бұл жерде монетаның санына емес, құнына аударамыз. Қане салыстырайық. 10 теңгелік 2 монета қанша теңге болады екен? Дұрыс, 20 теңге. Сонда бірінші әмиянда 20 теңге, екінші әмиянда да 20 теңге. Салыстырайық. Екі әмияндағы ақшалардың құны бірдей. Келесі үшінші әмиянға қарайық. Бірінші әмиянда 1 теңгелік монеталар. Олардың саны 5. Екінші әмиянда да 5 монета бар. Бірақ олар 2 теңгелік монеталар. Сәл ойланайық. Қай жағы артық болуы мүмкін? Дұрыс. 2 теңгелік монеталар жағы артық. Жақсы балалар, бұл тапсырманы жақсы орындадық. Сонымен есімізде сақтайық. Монеталарды салыстырған кезде олардың санына емес, құнына басты назар аудару қажет екен. Енді тапсырманы орындап болсақ, сәл тынығып алу үшін сен білесің бе айдарына назар аударайық. 15 қараша теңге күні деп аталады. 1995 жылы 15 қарашада ұлттық валютамыз айналысқа енгізілді. Әр елдің өз валютасы, яғни ақшасы бар. Теңге Қазақстанның ұлттық валютасы. Жақсы балалар, әрі қарай келесі тапсырманы орындайық. Екінші тапсырма. Ойлап көр. Асан 1 стақан шырын және 1 самса алды. Барлығы қанша ақша жұмсалды? Балалар, бұл тапсырманы орындау үшін сәл ойлануымыз қажет. Себебі шырын мен самсаның бағасы көрсетілмеген. Сіздер өз қалауларыңызша шырын мен самсаға баға қойып, теңгеге байланысты есеп құрастырасыздар. Және есептің шартын, шешуін, жауабын жазып, тапсырманы орындайсыздар. Қане балалар, есеп құрастырып болсақ, жұмысымызды тексерейік. Балалар, мен шырынға 30 теңге, самсаға 60 теңге деп баға қойып, мынадай есеп құрастырдым. Ал сіздерде қалай болды? Жақсы балалар, енді әрі қарай жұмыс дәптермен тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма. Монеталарды тап. Мына гүлдерге мұқият қара. Онда монеталар жасырылған. Гүлдерде әр түрлі монеталардың нешеуі жасырылған санап, бос тор көздерге санын жаз. Балалар, тапсырманы бірге орындайық. 1 теңгелік монета жоқ. Оған 0 деп жазамыз. 2 теңгелік монеталар нешеу екен? 2 теңгелік монеталар 1. 5 теңгелік монеталарды табайық.
5 теңгелік монеталар 4 екен. Енді 10 теңгелік монеталардың санын жазайық. 10 теңгелік монеталар 2. 20 теңгелік монетаның 3 бар екен. Келесі тапсырма. Монеталарда бейнеленген сандарды өсу ретіне қарай бір сызықпен жалғастырып қос. Тапсырманы 1 теңгелік монетадан бастап орындаймыз. Қане, бірге орындайық. Дұрыс, балалар. Әрі қарай келесі тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде берілген заңдылықты сақтап, монеталарды орналастыруымыз қажет. 1 теңгелік монета, 2 теңгелік монета жазылып тұр. Әрі қарай өсу ретімен жазамыз. Қане, бірге орындайық. 5 теңге, 10 теңге, 20 теңге. Дұрыс, балалар. Енді астына осы монеталарды кему ретімен жазып шығамыз. 20 теңгелік монета жазулы тұр. Әрі қарай 10 теңге, 5 теңге. 2 теңгелік монетадан кейін қандай монета келеді екен? 1 теңгелік монета. Жарайсыздар, балалар. Бүгінгі сабақты жақсы түсінген болсаңыздар, мен сіздермен қоштасамын. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.